Сәлем достар, пәтір нан немесе жуан нан, ал сіздерде қалай атайды? Дәл осы нанды жасайтын боламыз. Ең алдымен суымыздың үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырып, ұнымызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды алып 30 минутқа тындырып қоямыз. Одан кейін екі бөлікке бөліп, жұп-жұқа қылып жайып алатын боламыз. Жайылған қамырымыздың үстіне ерітілген сары майымызды әдемілеп жағып шығып, көк жуамызды немесе үйде көк жуа болмаса кәдімгі жуаны салып, осылайынан ортасынан екі бөлікке бөліп, екі жағынан орап бөрек тәріздеске келтіретін боламыз. Бізде осылайынан 4 бөрек шығады. Кішкентай бөректеріміздің үстінен басып шығамыз. Кішкене жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Қалауыңыз бойынша бетіне мак, кунжут сепсеңіздер болады. Бөректеріміз өте дәмді болып шығады.